Сәлем достар, бұл видеода сіз жұмбақтар мен логикалық жұмбақтарды таба аласыз. Тіпті ең ақылдылардың өзі барлық жұмбақтарды дұрыс шеше алмайды. Дегенмен сіз тырысуыңыз қажет. Өйткені бұл миды керемет дамытады. Пікірлерге нәтижелеріңізді бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Ең алдымен оңайынан бастайық. Номер 1 сұрақ. Мына суретте қанша кубиктер бар? Осыған сәйкес келетін жауап оң жағынан байқай аласыз. Дұрыс жауабы 8. Егер дұрыс жауап берсеңіз, лайк басып, пікірге плюс қойып кетіңіз. Номер 2 сұрақ. Детективтік сұрақ. Жедел жәрдем қоңырау шалды. Бай кәсіпкердің әйелі күйеуі ваннаға құлап, басын раковинаға тигізгенін айтты. Дәрігерлер оқиға орнына келгенде жәбірленушінің қайтыс болғанын білді. Алайда дәрігерлердің біреуі ол құлап түскен жоқ деп күдіктеніп, полиция шақырды. Неге ол осылай шешті? Дұрыс жауабы. Дәрігер болған оқиғаның суретін мұқият қарап шықты және жәбірленушінің басын раковинаға соққы бере алмайтынын түсінді. Себебі оның басы раковинадан тым алыс еді. Номер 3 сұрақ. Полиция ақшаны қолдан жасаумен айналысқан қылмыскерді іздеді. Детектив 3 күдіктіні ұстады және әрқайсының әмияндағы ақшаларды көрсетуді сұрады. Күдіктілердің әмияндағы ақшаға мұқият қарап, полиция олардың қайсысы қылмыскер екенін анықтады. Кім қылмыскер? Дұрыс жауабы. Күдіктілердің бірінен әмиянында сіз $25 ақшаны көре алдыңыз. Алайда бұндай ақша өмірде жоқ. Нақты болып табылатын ақшалар 1, 10, 20, 50 және $100 құрайды. Номер 4 логикалық сұрақ. Көгершіндердің бір-бірден ағашқа отырса, олардың біреуі ағаш жетпей қалады. Ал егер әр ағашқа 2 көгершін отырса, онда бір ағаш бос қалады. Қанша ағаш және қанша көгершін бар? Дұрыс жауабы. 4 көгершін мен 3 ағаш болды. Егер әр көгершін бір ағашқа отырса, біреуіне ағаш жетпей қалады. Ал егер 2 көгершіннен отырса, бір ағаш бос қалады. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.